Уақытында бір ханның, бір патшаның жалғыз қызы болған екен. Сол қызын жаңағы патша күйеу бала іздепті. Болашақта әйтеуір ұрпағын тарататын дұрыс жігіт болса, Құдай қаласа немерелерінде, ұрпақтарында дұрыс ұрпақтар дүниеге келеді ғой деген ниетпен ырымдап, кім іздеген ол кісі? Күйеу бала іздепті. Сөйтіп уәзірлеріне айтты, осы өңірімізде ең тақуа деген жігітті табыңдар. Соған қызымды өзім батамды беріп некелеп беремін. Сөйтіп жаңа уәзірлері бірден мешітке келіпті. Тақуалардың бәрі қайда жүреді? Мешітте жүреді деп ойлаймыз ғой бәріміз, иә? Олар да сөйтіп ойлаған. Бірден мешітке айдап барыпты, тақуаның бәрі мешітте жүрген шығар топырлап деп. Сөйтіп мешітке қараса, жамағаттар намаз оқып кетіп жатыр, келіп жатыр. Ішінде бір жігіт қараса дейді, жаңағыда қимылдамай тұр дейді. Ол жігіт келуі мынандай болған екен. Намаздан ертерек келгенде мешітке ұрлық жасауға келген жігіт болған. Сол ұрлық жасайын деп тұрған кезде, ана әскер келіп қалған кезде тұра қалып намаз бастап кеткен ол жігіт. Сөйтіп жамағаттар келіп намаз оқып кетті дейді. Әскер қарап тұр, ана жігіт қозғалмай намаз оқып тұр дейді. Сөйтіп айтты, оқ, міне тақуа деген. Біз 2 сағаттан бері мешітте айналып жүрміз, мына жігіт ән намаз оқып тұр, субханалла. Ал ана жігіттің ниеті әскер кетсе, мына жаққа тайып шығып кетсем деп ойлап тұр ғой енді. Ол кете алмай тұр намаздан. Сол намазды жамылып алып, өзін қорғап тұрғаны ғой енді. Әскер риза болып, ана жігітке күтіп отырыпты. Қашан намазын бітсе, соны біз патшаға алып барамыз деп. Сонымен жаңа жігіт сонымен тоқтатты бір уақытта намазын. Қой, бітірейін намазымды. Жаңа әскер оны мақтап жүріңіз деп, көлігіне мінгізіп, ана жігіт түсінбейді дейді, мынарға не болған деп. Патшаға алып барамыз. Жігіт қорқып жатыр. Өйткені ол мешітке қандай ниетпен келген? Ұрлауға келген еді. Әйтеуір бір нәрсені ұрлауға жаман ниетпен келген, бірақ аяқ астынан намаз басталып кетті жерде болған. Сөйтіп патшаға мақтап алып барыпты, міне еліміздегі ең тақуа жігіт осы деп айтты. Уәзірлері бәрі куәлік беріп, патша да былай қарайды, рең басы келіскен жігіт, тәуір жігіт секілді көрініп, соң патша риза болып қызын беріпті соған. Сөйтіп жаңа жігіт үйіне барып шынайы намаз оқыпты екен. Жылап намаз оқыпты. Алла, мені кешір, мені өтірік намаз оқысам да сен маған сондай нығметті беріп қойдың. Өз бойдағы жүрген жігіт екен, үйлен алмастан. Алла, мен өтірік намаз оқысам да сен маған патшаның қызын алып бердің қазір. Алла, мені кешір, мен шынайы намаз оқығанда не беретін деп айтады дейді маған. Әттең, сен өтірік намаз оқыдың мен сөйде. Шынайы оқығанда не болар еді деп, және Алладан сұрап жатыр дейді. Бауырлар, намаз деген сондай екен. Алланың мейірімі шексіз, бірақ сәтте намаз арқылы біз турлай береді Алла Субхана тағала. Бірақ құтылуларың келсе дейді, намазды өтірік емес, шынайы